Қайырлы күн. Бүгінгі тақырып 6 айлық балаға прикормды қалай дұрыс бастаймыз. Неге бұл тақырып? Себебі соңғы кездері мен Инстаграмға болсын, ТикТокқа болсын, осыған қатысты, осы тақырыпқа қатысты видео салсам, рилс салсам, міндетті түрде оның астында 20, 30, 40 комментарий жазылады. Оның көпшілік бөлігі жаңағы мен балам 8 айда, 9 айда, 10 айда біз бұл периодты өткізіп алдық, дұрыс жаңағы тамақтандыруды білмей қалдық. Соның салдарын қазір көріп жатырмыз, жаңағы баламызға тамақ жегізе алмаймыз. Жаңағы жиі ауыра береді деген сияқты сұрақтар болса, екінші тарап, мен қазір балам 3 айда, 4 айда, 6 айдан бастап қалай дұрыс тамақтану керек, соны айтып жеріңізші дейді. Мен педиатр дәрігер Айдын Құсайынұлы 10 жылдан бері осы балаларды емдеумен айналысып келемін. Негізі мына мәселені шешіп алайықшы. Баланы қалай дұрыс тамақтандырам деген сұрақ маңызды ғой қазір сіздер үшін, иә. Бірақ одан да маңызды сұрақ бар. Не үшін мен баланы дұрыс тамақтандыруым керек деген. Себебі сіз қазір қалай дұрыс тамақтандыру керек екенін біліп аласыз. Дұрыс тамақтандырып жүрдіңіз. Жаңағы егер бұл шаруа сізге қиындық туғызатын болса, онда сіз өзіңіздің нәпсіңізге жағатын, өзіңізге ыңғайлы келетін сол бұрынғы тамақтану түріне тез өтіп кете саласыз. Себебі сіз оның не үшін екенін түсінген жоқсыз. Не үшін екенін түсінсеңіз, сіз балаңызға біліп тұрып саналы түрде, максималды түрде зиян тигізбеуге тырысасыз, пайдалы болуға тырысасыз. Енді қараңыз, не үшін баланы дұрыс тамақтандыру керек? Себебі бағанағы комментарийді айттым ғой, 2 жаста, 2,5 жаста, 3 жаста балада анемия. Кез келген анемиясы бар балада проблема болады. Анемиясы бар, проблемасыз бала мүмкін емес ол. Осындай мәселелердің алдын алу үшін жаңағы дұрыс тамақтануды баланың 6 айлығынан бастау керек. Жалпы прикормды қосымша тамақтануды бастаған кезде мына ережені қатты ұстаныңыз. 2 болмайды деген нәрсе бар. Ол ең бірінші құрамында қанты бар тәтті нәрселерден бастауға болмайды. Бұл өте маңызды нәрсе. Екінші болмайды деген нәрсе баланың беретін тағамына, кашасына, пюресіне ешқандай дәмдеуіштер қоспайсыз. Тұздың өзін қосуға болмайды. Себебі баланың дәм сезу, ауыздағы рецепторлары бар ғой, ол бізден қарағанда әлде қайда сезімтал. Себебі ол жаңағы 6 айға дейінгі уақытта тек ананың сүтін емген, тек қана мүмкін смесь ішкен болуы мүмкін. Жаңағы тілдің ұшындағы рецепторлар қоздыратындай ол жерде қатты бір дәм жоқ. Өзіңізбен салыстырып көріңіз, үйіңіздің жанында 2 ресторан бар. Біреуіне бардыңыз, өте дәмді, дәмі тіл үйрет дейміз ғой. Сол ресторан жайлы ойлай бастаған кезде сіздің уже сілекейіңіз шұбыра бастайды. Ал екінші ресторан бар, ол жердің тамақ дәмсіз. Сіз бір рет барғаннан кейін екінші рет ол ресторанға аяқ баспайсыз. Ал мына жақ ресторанға үнемі барғыңыз келіп тұрады. Дәл сол сияқты баланың рецепторлары өте сезімтал болғандықтан сіз беріп жатқан тағамның дәмін сізге дәмсіз болып көрінуі мүмкін, бірақ ол балаға жаңағыдай өте бір басқадай сезім туғызады миында. Сол себепті сіз балаңызға бергелі жатқан кашаның дәмін көріп, жаңағы дәмсіз ғой бала қалай жейді деп, үстіне тұз болсын, басқа да дәмдеуіштер қосуға болмайды. Осы 2 болмайды деген нәрсені есіңізге қатты сақтап алыңыз. Ал 2 сіз жасауға міндетті нәрсе, ол біріншісі 6 айға толған балаларға арналған, жаңағы қосымша тамақтануға арналған кашалар, иә. Енді оның түрлері көп, жүгерінікі болады, күріштікі болады, жаңағы гречканікі болады деген сияқты. Одан кейінгі беру керек затыңыз ол овощной, көкөністен жасалған пюрелерді беруіңіз керек. Беруге міндеттісіз. Қараңыз, кез келген ол жаңағы өзіңіздің бақшаңыздан үзіп алған алма болсын, кез келген фруктының құрамында қант өте көп мөлшерде болады. Сондықтан ол нәрседен тамақтануды бастамайсыз. Жаңағы 2 рет, 3 рет қанттың дәмін алған бала 4-ші рет сіздің дәмсіз болып тұрған овощной пюрелеріңізді жемейді. Сіз міндетті түрде осы өнімдерден бастауға міндеттісіз. Ол 6 айдан бастап 6 айға толған балаларға беруге арналған кашалар, ботқалар әртүрлі, оның түрлері көп. Жүгерінікі болуы мүмкін, күріштікі болуы мүмкін, не болмаса гречка, қарақұмықтікі болуы мүмкін. Келесі сіз беру керек өнімдер ол көкөністі пюрелер. Оның құрамына
сәбіз, қызылша, асқабақ, брокколи, цветная капуста, иә? Осының барлығын жаңағы ақырын 6 айдан 5,5-6 айдан бастап беріп бастайсыз. Мына ереже естеріңізде болсын. Міндетті түрде бүгін мысалға сіз сәбізден жасалған пюрені беріп бастасаңыз, бүгінгі күнге тек қана жарты қасық, жарты шай қасық бересіз. Максимум 1 шай қасық. Одан көп бермейсіз. Бұл сізге қандай, бұл нәрсе қай жағынан пайдалы? Біріншіден балаңызда осы нәрселерге, осы өнімдерге аллергия бар ма жоқ па соны бақылайсыз. Одан кейін барып, жалпы аллергия болмаса да, бұл өнім сіздің балаңызға жаға ма, жақпай ма? Ол жақпайды қайдан білесіз? Балаңыз құсып тастауы мүмкін. Бұл тамақты бергеннен кейін. Не болмаса іш өтуі мүмкін. Не болмаса мазасызданып, іші ауруы мүмкін. Қатты жылауы мүмкін. Бүгін жарты қасық бердіңіз. Ертең 1 шай қасыққа толтырасыз. Одан кейін күні ақырында 1,5-2 шай қасық деп көбейтесіз. Сосын міндетті түрде осы көкөністен жасалған кашаларды, енді әртүрлі брендтер көп қой қазір, балалардың тамақтануына арналған өнімдер шығаратын, иә? Гербер, Агуша деген сияқты. Міндетті түрде шыны ыдыстағын алып беріңіз. Тетрапакеттегі, не болмаса басқа бір пластмасс ыдыстағы өнімдерді мүлдем бермейсіз. Беруіңізге болмайды. Яғни екі жасауыңыз керек нәрсе, ол бірінші баланың жасына сәйкес келетін өнімдерден бастайсыз, екіншіден аз-аздан бастайсыз. Енді мен мына нәрсені қатты ескерткім келеді. Енді көп жағдайды бұндай қателіктерді әжелер жасайды, не болмаса әкелер жасайды. Енді әкелер көп уақыт баланың жанында болмағандықтан аз уақыт қана болады. Сол аз уақыттың ішінде максималды баланы қызықтап қалғысы келеді. Балаға әртүрлі өзі жеп отырған тамақты, тәтті тағамды аузына тықпалап беріп жіберуі мүмкін. Енді әкелермен көп проблема болмайды. Өзіңіз айтасыз, түсіндіресіз, күйеуіңіз сізді көбірек түсінеді. Бұл нәрселер маған жекеме де көп жазады. Енелермен көп проблема, тікелей сіз оған болмайды деп айта алмайсыз. Максималды түрде дипломатично жаңағы қарым-қатынасты түзеуге, түсіндіруге тырысасыз. Әрине бұл жағдайда сіздің күйеуіңіз араласуы керек. Жалпы қосымша тамақтануды қосатын кездегі негізгі жаңағы қағидалар осы. Бұдан да көбірек ақпарат керек, нақты мынайда мынаны беру керек, мынайда мынаны беру керек деген сияқты. Подробно менен ақпарат алам десеңіз, мархабат, ақылы түрде осы қосымша тамақтануға арналған PDF форматтағы кішкене нұсқаулықты бере аламын. Бұны алу үшін маған Инстаграмға дайректке жазыңыз, сол жерде ары қарай сөйлесе жатармыз. Жалпы осы бүгінгі видеодан пайдалы ақпарат алдым деп санасаңыз, өтініш босанғалы жүрген, не болмаса жаңа босанған аналарға осы видеоны бөлісіп жіберіп қойсаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Міндетті түрде менің каналыма тіркеле кетіңіз. Ол біріншіден мен үшін үлкен қолдау, каналымдағы оқырмандарым саны өскені. Екіншіден жаңағы менен қандай да бір пайдалы ақпарат шыққан кезде сіз өткізіп алмай қарап отыратын боласыз.